Лимонмен қандай сырқаттарды емдеуге болады? Және де лимон қай кезде пайдалы? Бұл туралы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сондай-ақ бұл каналда сіздің денсаулығыңызға пайдалы барлық ақпараттар бар, сондықтан бірден тіркеліп алыңыз. Лимонды әдетте тропикалық жеміс, яғни жеңсік жеміс деп білеміз, дегенмен оның адам денсаулығына пайдалы өзге де қасиеттері бар. Ондағы витаминдер мен пайдалы қоспалардың молдығы сонша, оны әмбебап жеміс деуге де болады. Тамақ ауырғанда, іш қозғанда, тіпті гепатитте лимонды естен шығармаңыз. Ангина кезінде, тамақ қатты ашыған кезде бір лимонның жартысын қабығымен жеңіз. Ашыма есесіне өте пайдалы. Сонымен қатар лимон шырынымен тамақты шаюға болады. Оны сумен 1:3 пропорциясында араластырып, бір күн бойы әр сағат сайын жеңіл шайып отырасыз. Бронхит кезінде, егер бронхитке дейін жетсеңіз, тазаланған ақжелкектің 50 грамын 2-3 дана лимонның шырынымен араластырасыз. Сосын шай қасықпен күніне 4 рет қабылдап отырыңыз. Сонымен қатар сарымсақ пен лимон қоспасы да асқынған бронхиттің алдын алады. Ол үшін 5 лимонды қабығымен және 4 бүтін сарымсақты майдалап араластырыңыз. Содан кейін 1 литр су қосыңыз. Сосын қараңғы жерде 5 күн бойы сақталуы керек. Дайын болған дүниені күніне 3 рет тамақтанудан 20 минут бұрын қабылдайсыз. Сондай-ақ лоқсу кезінде, лоқсу немесе қыжыл маза бермесе, лимонның жартысын сығып, алынған шырынға жарты шай қасық сода қосыңыз. Арнайы қоспаны бірнеше рет қабылдағаннан кейін, лоқсу да, қыжыл да артта қалады. Грипп кезінде, шайға дәрілік шөптермен қоса лимонды да салып ішіңіз. Алдымен суға қырмызы, жалбыз, шәлім, яғни шалфей мен жол желкендерді салып қайнату керек. Осындай әмбебап қоспа ағзадағы кальцийдің мөлшерін теңгереді. Ал кальций дене температурасының төмендеуіне таптырмас ем бола алады. Сондай-ақ атеросклероз кезінде ас қасық қарағайдың туралған қылқан жапырағына 1 стакан қайнаған суды қосып, 30-60 минут күту керек. Ол дайын болғаннан кейін 1 лимонның сықпасын қосыңыз. Сосын күніне 3 мезгіл тамақтан 1 сағат бұрын 15-20 күн бойы әр кез 1 стаканнан ішіп отырыңыз. Гепатит кезінде, бұл ауруды алдын алуда лимон шырынын немесе оның сумен қосындысын ұдайы ішкен пайдалы. Ол үшін лимонды қабығынан аршып, қайнаған суға қосыңыз. Сосын 12 сағат салқын жерде тұрғаннан кейін күнделікті ішіп тұру керек. Сондай-ақ гипотония кезінде, артериалды қан қысымы төмендеген кезде 5-6 лимонды ет турағыштан өткізіңіз. Дайын болған лимонды пюреге бадан жапырағының туралғанын салыңыз. Сосын оны қайнаған суға қосып 36 сағат мұздатқышта сақтаңыз. Ал содан кейін жарты килограмм бал араластырыңыз. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін тағы 25 сағатқа мұздатқышқа қоясыз. Содан соң күнде 3 мезгіл тамақтан 30 минут бұрын қабылдаңыз. Жазылу мерзімі 3 апта. Сондай-ақ сүйелдерді емдеуде 2 лимонның ұсатылған қабығын 30% сірке судан жарты стакан құйыңыз. Тығыз жабылған ыдыста кезеңдеп шайқап отырыңыз. 8 күн аштыңыз, сүзіңіз. Осы тұнбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Сондай-ақ сепкілдер кезінде 100 грамм бал алып 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды дымқылдатыңыз және сепкілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 маска жағуға болады. Бас ауруы кезінде жаңа піскен лимонның қабығын алыңыз, цедрадан тазартыңыз. Қабаққа салынған және бірнеше уақыт ұстаңыз. Кейін терінің үстінде лимон қабығының астында қызыл таңба пайда болады. Ол қызыл және қышиды, ал бас ауруы басылады. Босанудан кейін тазарту. 5 шикі жұмыртқаның қабығын тазартыңыз. Және оны 2-3 ұсақ туралған тазартылмаған лимонмен араластырыңыз. 1 күн ашытып, содан кейін жарты литр арақ қосу қажет. 3-6 күн бойы күніне 3 реттен тамақ ішкеннен кейін
20 минут өткеннен кейін қабылдау қажет. Сондай-ақ тістерді нығайтуға. Егер сіз тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын десеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысыңыз. Қан кету кезінде. Жатырдан қатты қан кетуде 6 жұмыртқаның ақтарын жарты шай қасық лимон қышқылымен араластырып ішіңіз. Егер қажет болса, қайталаңыз. Аяқ сіңірінің тартылуы кезінде. Аяқтың табанына таңертең және кешкі лимонның шырынын жағыңыз және жүрмеңіз. Аяқ киімді шырын кеппегенше кимеңіз. Емделу курсы 2-7-ден аса емес. Сондай-ақ тырнақтарды күту кезінде. Тырнақтар икемділік пен қаттылықты жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспасын жиі жағу керек. Сондай-ақ талып қалу кезінде. 100 грамм құрғақ лимон қабықтарын ұсатыңыз. 1 литр арақ құйыңыз. Анда-санда шайқап отырып 3 апта жылы жерде аштыңыз. Сүзіңіз. Күніне 3 рет 25-30 тамшыдан қабылдаңыз. Сонымен қатар жасарту кезінде. Қабығымен 3 лимонды, 3 бас сарымсақ, 3 стакан мүк жидекті сығыңыз. 7 стакан қайнатылған сумен аштыңыз. 2 күнге салқын жерге қойыңыз. Сүзіп алыңыз. 400 грамм бал құйыңыз. Араластырып және тағы 2 күнге салқын жерге қойыңыз. Бұл дайын болған тұнбаны күніне 3 рет 1 ас қасықтан ішіп отырыңыз. Сондай-ақ қайызғақ кезінде 4 лимонның қабығын 1 литр суда 15 минут пісіріңіз. Қайнатпаны сүзіп алыңыз. Шашты қайнатпамен аптасына 1 рет шайып тұрыңыз. Осы қарапайым және пайдалы әдістерді пайдаланып көріңіз. Нәтижесін көп ұзамай-ақ байқайтын боласыз. Ал бұл видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеле кетіңіз.